Ассалаумағалейкум, құрметті достар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ал енді бүгін 22 наурыз, точно мейрам бүгін. Баршаларыңызды шын жүректен құттықтаймын. Олыс оң болсын, ақмол болсын, қайда барсақ та жол болсын. Сіздерге бар жақсылық тілеймін. Аман болыңыздар, қолдаушыларым, ағайындарым, жақындарым, баршаларыңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Құрметті достар, түрге мән бермейміз, өйткені бұл деген түр жақсы бір ұйқының планын орындаған түр. Өйткені біз түрімен жұмыс жасадым, бүйттім, сөйттім, пландарды жаздым, сіздерге бір күшті нәрсе дайындап жатырмын. Алдындағы гитараға байланысты, тағы да басқа да мәселелерге байланысты. Енді көптеген адамдар кеше қойған вопростарыма жауаптарын қайтарған екен. Оған ешқандай таланттың анау ештеңе керек емес, главный еңбек, главный қызығушылық дейді. Дұрыс, ең бірінші барлық нәрсеге қызығушылық арқылы біз көп нәрсеге шешім қабылдаймыз негізінде. Енді бұйыртса осы тақырыпта бір күшті нәрселер жасаймын, айтам, бүгін кешке қарай күтіңіздер, бұйыртса бірге болыңыздар. Пока что басқа стористар сала тұрам, бірақ та фокустың барлығын кешке қарай қайтадан осы темаға, осы әңгімеге алып келеміз. Хорошо? Давайте. Ассалаумағалейкум, баршаңызға қалайсыздар? Бүгінгі керемет күн, керемет мереке, наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға тек қана жақсылық, амандық, береке тіледім. Ал енді бүгін конкретно бір нәрсе айтатын жағдайым бар. Бірақ сәл кештеу, кешкісін айтатын шығармын. Күндеріңізге күн, қалайсыздар? Наурыз мерекесі құтты болсын баршаңызға, осы оң болсын, ақмол болсын деп мектепте өстілік айтушек. Қазір ремонтпен қатарласып контент түсіріп жүрмін рукаға. Мен стройщикпін, видеографпын, монтажермын. Осының барлығын заказдарыңыз болса, стройка жағынан лифкас, бояйтын, краска барлығын жасай берем. Так что хабарласыздар.